Достар, бүгін біз сіздердің телефондарыңыз қатып, оның жұмысын нашарлап, көп қататын болса, не істеу керектігін көрсетеміз. Біз ең бірінші настройкаға кіреміз. Настройкаға кірген соң приложение деген табамыз. Және соған кіреміз. Приложение деген кіргенсін төбесінде міне 3 белгіше точка тұрады. Сол точкаға кіреміз. Және міне сбросить настройка приложение деп тұр. Да дейміз, осылай 4-5 рет қайталап жасаймыз. Бұл телефонның қатпауына, жақсы жұмыс жасауына әсер етеді. Бұдан түк шықпай телефондарыңыз одан әрі қататын болса, сіз резервный копированный сброс дегенге кіресіз. Бұның ең астына түсеміз. Сброс настроек деп тұрады. Міне сбросить настройки телефона деп тұрады. Ескерту, бұл телефоныңыздағы барлық аудио, видео, әртүрлі приложениялар, ВК, WhatsApp, көптеген фотосуреттердің барлығы удалить етіледі. Сіз телефонды қай жерден қалай сатып алдыңыз, тура сондай жап-жаңа болып шығады. Бұл міне очистить сим-карта, бұл CD картадағы, яғни флешкадағы көп заттарды удалить ету. Бұған птичканы алып тастаймыз және сбросить настройки телефона дейміз. Және бұл жерде сіз өзіңіздің смартфонның, телефоныңыздың экранында қандай блокировка тұр, соны жазасыз. Мысалы, менде 7, міне менің блокировкам осындай. Және далее дейміз, міне удалить все деп тұрады. Осыны бассақ, телефоныңыз өзі автоматически өшіріліп, сброс жасалады. Назарларыңызға рахмет.